Тәртіп жоқсың деді, дисциплина жоқ. Қайсы саған? Сен қаяқтан келесің? Нағаш түнекі кешіп келген. Сен қаяқтан келесің? Қай жерде тұрасың? Бар. Кім алыс жерден келеді, жарайды келеді. Мына жерде, жақын жерде кім кешіп келеді? Мына үйдің төбесінде тұрып, Новосибирск, Камал, Арнау кім жақыннан келеді? Кім кешіп келеді? 5 минут үйлеріне қайтарынан. Ана алыстан, правый берег, Астраханшыдан келгендер, олар автобуспен алыстан. Олар кіргізе береді. Түсінді ғой? Не имеете право кешуге? Мына төбеде тұрасыңдар, астынан түсуге кешіп келесіңдер. Жұрттар, Астраханка, Старый вокзал, Карагандинский трасса, ауылдан келеді. Мешоктар десе. Кім ана жағы, қайсы болған? Мабалана? Немесе аяқ киімін яқын тұрасың? Немеге сен аяқ киімді, даладан келген аяқ киімді аяққа киіп барасың? Сұраған мешоктарыңдан. Қанша айтам сендерге? Мына жаққа аяқ киім келесіңдер ма? Мынаға не үшін ара полка? Бергерде жақындарды мына түсірін ақын. Мына полка не үшін ақын? Кім үшін қойылған полка? Кім үшін қойылған деймін? Енді, немнеге онда сендер? Сендер үшін малсыңдар ма? Малсыңдар ма деймін? Мал шығасыңдар, может, таза? Мен мынан үшін жуам. Тазалайым. Біреуіне осыны жуғыздырмай өзім жуам. Туалет өзім жуам. Мынан үшін өзім жуам. Сендер менің тазалығым мен еңбегімді сиіп тышып қойып атсыңдар. Сиіп тышып кетіп атсыңдар. Мен сендерге беттермен қарайым, сендер маған тұмышылерін шешіп көттермен қарап атсыңдар. Мен сендерге бетімен қарайым, сендер маған көтімен қарап атсыңдар. Тағы да айтайсыңдар. Добалдай жігітсіздер, түсірдағатын нақын. Добалдайсыңдар. 10 жасар, 9 жасар баланың өзі түсінеді ғой, добалдайсыңдар. Так, сен балаң. Во-первых, келесі жолы даладағы киіммен, аяқ киіммен осы ішке келетін машинадан салған. Түсіндің ма? Киімді алдай үйге қайтып өседі. Осы. Кім кешет, не болды, не айтайын деді? Жоқ жемес. Келесі жолы жуады. Жағана баламен не үшін шығарып жедім? Во-первых, 10 минутқа кешікті. Во-вторых, не тренировочный киім жоқ. Даладан аяқ киіммен келеді да, бейіп кетеді. Мен қалай нервім ойнамайды? Мен қалай нервім қозбайды мен? Или че, железный что ли? Мына тұрсын қарам. Среди женщин бокста үшін олыз. А че дейді анекта тұрсын? А че? Ағайға да солай сөйлейсің, а че дейді? Че, попутали что ли? Че, субординацию забыли, что ли? Ман, а что дейді? Я вам что, брат Кент, что ли? Друг нахрен? Ман, а что хотите? Я ваш тренер! Ешкім позорите нахрен. Аяқ киімді неге қойып жүр, түсіне ма айдана? Всегда қойып жүр. Всегда қойып жүр. А сен бүгін всегда қоймай кетіп бара түсін ма? Мен кешіп қалыппын. Да без разницы маған. Не жумайсыңдар, не тазаламайсыңдар. Кеше бір мәрте жүргенмін, жаным шығып кетті. Ағай, мен жуамаймын, мен қызбын, мен жуамаймын. Жууға үлгерем ғой деді. Бар. Еш жоқтар десе. Ағайлардың еңбектерін сыйламайсыңдар балалар. Ағайлардың тазалықтарын сыйламайсыңдар. Менің жасаған жұмысымды сыйламайсыңдар. Сендерге төгіп атқан осы бүкіл пейнетімді, еңбегімді сыйламайсыңдар. Сен кімсің? Saat қанша дедің? Saat қанша болды? Қанша болды saat? 15 минут кешік. Келесі жол кешік келген. Давай сабыр. Тәртіп, еңбек. Тәртіпсіз барлықтан таза қойсын. Қой деген ол мал таза. Менің еңбегімді, мен жасап отқан бүкіл істерлігімді сыйламасаңдар да өздерің сыйлаңдар. Менің еңбегімді сыйламасаңдар,
Значит, мен емес, өздеріңді сыйламаған деген сөз. Тәртіпсіз, еңбексіз, сендер ешқандай жетістікке жетпейсіңдер. Қаншама талант бол, қаншама керемет мықты бол, без упорства, без дисциплины далеко не поедете. Все, построились нахрен. Адам настроение. Аяқтама. Раздевалкада көрді ма? Сынып қалған есіктен бәрі новый есік тұр. Көрді ғой? Оның бәрі кімдер үшін істелді ма? Сендер үшін істелді ма? Соны бір үлкен кісі, осы Мұхит ағайдың балалары раздевалкасының өзі, есігінің өзі сынып болмасын. Жақсы шкафтың ішінде киім шешін деп соны сыйға. Сендерді ойлап. Сосын мен сендерді ойлап, соны бәрін істеп жатырмын. Душты реттеймін, ананы, раздевалканы реттеймін. Бәрі сендер үшін, а сендер как попало? Сендер умеете только ломать, только кірлетуге, грязь алып келуге. Больше ничего не умеете. Я еще раз говорю, тағы да айтамын. Егер де маған бәрібір болса, менің уборщицам бар, маған жинап тазалайды күніге. Жігіттер, күніге жинайды тазалайды. Мен жинамай қойсын ғой. Но помимо уборщицы, мен оны сөйтуге міндет қылып айтқан жоқпын. Помимо уборщицы, она в день только один раз убирает. В день только один раз. 3 мәрте, 4 мәрте мен өзім жуамын мен бапкерлеріммен. Күніге жуамын. После каждой тренировки жуамын. И всю жизнь так делаю, всю жизнь. Бапкерім солай үйреткен, үйде әке-шешем солай үйреткен. Всю жизнь, жасым 37-те, всю жизнь так делаю. Кеше мен қыздар, аяқта 1 мәрте жуып еді ана, рингті. Жуындарың кішкене, кешіп келдерсін деді. Аяқтарына ластап қойды. Рингті сүрт, ананы шам сүрттірешін. По мелочам дал, соның өзіне қиналып кетті аяқ қыз. Ағайын, шаршап кеттім ағайын, жуамайын ағайын. Мен уақытым келген жоқ жуатын ағайын. А я всю жизнь мой. Тағы да айтамын, ресін отқан жоқпын. Потому что я люблю это дело. Люблю, чтобы было все чисто было. Таза болсын бәрі. Сендер үшін, мен балаларым оқысам таза жерде жаттығу жасасын. Жаттығу өткізгенде кезде ал көшесіндегі білгенімді көргенімді үйретіп отырмын. Үйренсін, істесін, жасасын. Не ни хрена, у вас все назад. Вы умеете только ломать. Раздевалкада қанша мәрте киім ауыстырғышын бәрін ауыстырамын. Как попало? Арасында кетесіңдер. А вы не думаете, что бір ақшаға жасалынады. Ол ағайын ақысы, ағайын еңбек ақысы. Мен өзім средствома соның бәрін жасатамын. Туалетке кіресіңдер, нахрен, ішке сыймайсыңдар, сыртқа сыйесіңдер. Дәу тесікке, блядь, сыйамайсыңдар. Оңға солға жерге сыйып кетесіңдер. Даладан келесіңдер, аяқ киімдермен іште, аяқ киіммен жүресіңдер, нахрен, далада аяқ киімдер. Пофиг сендерге. Жаттығу жасайсыңдар, как попало істейсіңдер. Как будто мен үшін істеп отқан сияқтысыңдар. Өтірік, нахрен. Все через жопу у вас. Былай айтам, уже қанша уже не день, не месяц, уже жылдар айтып жүрсің, жылдар бойы. Постоянно после каждой тренировки айтам. Тазалық, тәртіп, еңбек қол, жоқ, көптен қарай берсін. Қалай жыламайсың? Бәрін сендер үшін істеймін, а сендер только умеете ломать, құрту, артқа қарай тарту, все нормально. Бір өзгеріс жасаңдар. Өзгеріс бір жақсы жағын. Айтып жатқан нәрсе бір миларына ұлғандар ішкенде. Ана ішке кірген кезде шкафта ұрудың орнында ойландар екен, шкаф болды. Бұл ағайын сол, менің де әкем бар. Үйінде сол шкафты ұрып сыдырасындарған жоқ. Ашатын кезде, жабатын кезде сол қарап жағыңдар. Залға кірген кезде таза жаттығуса бәрін жасаған кезде қараңдар, ойланыңдар. Өтірік істеп жатсың ба, маған ол өтірік керек па? Кір қылып жатсың ба, маған ол кірған керек па?
Bir kişinin janası деген болу керек. Оңа бұрыл, шайға маш.